Біз массасы м денені жер бетінен h биіктікке көтереміз. Орындалатын жұмыс нәтижесінде дененің потенциалдық энергиясы бақылау деңгейіндегі мәннен ол нөлге тең масса гравитациялық тұрақты мен биіктіктің көбейтіндісіне тең шамаға артады. Осы нүктеде дене тыныштық күйде болады. Сондықтан оның жылдамдығы нөлге тең, яғни оның кинетикалық энергиясы да нөлге тең. Енді біз денеге еркін құлауға мүмкіндік береміз. Оның потенциалдық энергиясымен не болады? Дене құлаған уақытта оның жер үстіндегі биіктігі кемейді. Бұл оның потенциалдық энергиясының азаюын білдіреді. Неге бұлайша болады? Мүмкін дене осы энергияны белгілі бір жұмысты орындау үшін, немесе белгілі бір объектіні жылжыту үшін пайдаланатын шығар. Жауап – әрине жоқ. Дене құлай бастаған уақытта оның жылдамдығы арта бастайды. Сіз білетіндей бұл кез келген күш әсерінен болады. Берілген жағдайда бұл ауырлық күші болып табылады. Дене жылдамдығы артып, құлауын жалғастырады. Сондықтан оның кинетикалық энергиясы артады. Дененің кинетикалық энергиясының арту мөлшері оның потенциалдық энергиясының кему мөлшеріне тең. Дене жерге құлар алдында, яғни оның потенциалдық энергиясы нөлге тең нүктеде. Оның кинетикалық энергиясы максималды мәнге ие.